Soften up the mess, drop it in the water, let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe, spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie. You understand me. Walk her down the valley, pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach, like the angels do, and you gon' make it through now. Tell about the healer, greater is the one within and call him as the leader. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky, and never wait upon the giver, he'll deliver like a dealer. To take her higher. Сәлем достар, бұл видеоның жалғасып жатқанына уже екінші күн болды. Негізінде мен бұл видеоны 2 күн бойы түсіремін деп ойлаған едім, яғни аттестат алу күнмен бірге, бірақ та бұл видео 3 күнге созылайын деп тұр. Өйткені біздің мұғаліміміз бүгін, яғни аттестат алу күнін вручениені ертеңге қалдырғанын айтты. Осы бойынша да бізде видео 3 күн бойы созылмақ. Ал кешегі демалыс туралы айтатын болсам, кеше ол жерге кіруіміздің өзі жарты сағат алды. Сол кезде кішкене шаршадық, бірақ та кейіннен сол демалыс орнына кіргеннен кейін погода өте жақсы болды. Суық болған жоқ, қатыстық болған жоқ, керемет болды. Ол демалыс бойынша өте көп видео түсіре алған жоқпын, өйткені біз көп уақытымызды өзіміз жай ғана демалумен өткізген болатынбыз. Сол жерде жүрдік, аралап. Сонымен қатар, кейіннен қайтатын уақытта біз уже шашлык пісірдік, шашлык та дайын болды. Өте көптен салат, ең қажетті нәрселерді шай ішіп, қарнымызды тойдырып, көңіл күйіміз керемет болып қайтқан болатынбыз. Сонымен қатар өте керемет болды кешегі күн. Ал бүгін болса, менде план өте көп. Яғни бүгін уже аттестат алуға бармайтын болғаннан кейін мен пландарымды жазып қойдым уже. Осы уақытқа дейін кейінге қалдырып жүрген істерді, пландарды орындайтын боламын, өйткені бірден бір себеп каникулға шығатын кезде уақыт өте тығыз болды. БЖБ, ТЖБ, солар бойынша өте көптеген істерімді жасай алған жоқпын. Ал енді қазір каникул басталды, пландар өте көп, және оларды жасап бастауым қажет. Бүгінгі видео сол менің пландарым туралы болмақ. Мен қалай күнімді өткіземін бүгін, яғни екінші күнімді қалай өткізем, сол туралы соған видео арналады деп айтуға болады. Қазір сағат 5 болды. Бүгіндікке айтарлықтай нәрсе жасаған жоқпын. Біз қазір ауылға барайын деп жатырмыз өрік теруге. Бірақ енді ауылдан келгеннен кейін кешкісін ағылшын тілін, содан кейін YouTube канал, көбінесе мен Rachel's English деген YouTube'дағы сол, яғни мұғалімнің ағылшын көріп, сонымен бірге ағылшын үйренем. Американдық акцент бойынша сонымен жұмыс жасаймыз. Біз қазір ауылға кетіп бара жатырмыз. Сол жерде өрік, тағы да басқа нәрселерді жинап келеміз. Ал үйге келгеннен кейін менде план ол ертеңге дайындалу, ертең аттестат аламын, содан кейін ертең күнде түсіремін. Видео бәлкім 3 күнге созылады. Бүгін уже 2-ші күн. Ертең бізде 20-сы вторник, бізде вручение болады.
Мейірім мен қатыгездік, әділетсіздік пен әділдік әңгіменің негізгі арқауы. Әділеттілік дейтін ұғымның адам өміріндегі маңызы зор, ауқымы кең. Әңгіме сіз де әділеттілік аңсап жүрсіз бе деген сұрақпен аяқталады. Шығарманың түйіні де осы бір сөйлеммен қойылады. Мен қазір кітап оқып жатырмын. Өйткені мен кітап конкурсына қатысқанмын, яғни әр жыл сайын мен кітап конкурсына қатысуды бастаймын каникулда. Бұл жолы да дәл солай болып жатыр. Бәлкім бұл екінші немесе үшінші жыл, меніңше екінші жыл. Кітаптар электронды нұсқада беріледі. Бағасы 400 теңгеге жетер-жетпес. Әр кезең сайын кітап құны азаяды деп айтуға болады. Сонымен қатар бұл жерде кітаптардың саны 15-12 беттен аспайды, бірақ та берер мәні өте зор. Оқып жатқан адамға ой туғызады. Біз 12 беттік кітап болса да әр беттен бір өмірлік сабақ алуға тырысуымыз қажет деп айтар едім. Өйткені бізге берілетін әр мысал ол өзіміздің, яғни өмірде болып жатқан, жеке болып жатқан, кәдімгі өзіміз көріп жатқан жағдайлар. Бірақ та осы нәрсені меніңше біз түзеуге тырысуымыз қажет, өзіміз оны ойлауымыз қажет, кейіннен қорытындылай білуіміз қажет. Заң бәріне ортақ емес деген секілді бұл жерде кітапта сол ойды айтып жатыр. Ал былайынан қарап тұрсақ, біз көбінесе бұл жағдайды күнделікті өмірде кездестіреміз. Яғни менің бұл жерден тапқан түйінді ойым ол біз мысалы қандай жағдай болмасын әділеттілік үшін күресуіміз қажет. Сол бойынша не жасасақ та, қандай ісіміз болсын, осы әділеттілікке қарай соған бағытталу қажет. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie. You understand me. Walk her down the valley, pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach, like the angels do, and you gon' make it through now. Tell about the healer, greater is the one within, and call him as the leader. Қазір сағат уже 8-ден 15 кетті, ал мен, яғни біз уже 9:30-да мектепте болуымыз қажет, тіпті 9:30-ға жетпей. Қазір мен шаштарымды бұйралап болғаннан кейін уже дайынмын деп айтуға болады. Киімдерімді киіп, асықпай мектепке бара беремін. Train her feet for running. Show her every door and how the windows let the sun in. Copy out the key and tell her this is for becoming. Even in the fever, baby. Мен бүгін негізінде 6:30-да тұрғанмын. Уже мектепке баруға дайындалып бастауға. Бүгінгі күн нақты қалай өтетінін білмеймін, өйткені бізде мектептен 9:30-нан бастап қай уақытқа дейін болатынымызды, кейіннен қыздармен бірге жиналуымыз мүмкін, бір жерге баруымыз мүмкін жиналып. Одан кейін өзіміздің отбасымызбен бірге тағы да атап өтуге, кешкісін бір жерге, өйткені нақты белгілі емес қай жерге баратынымыз. Сондай жағдайлар болуы мүмкін. Негізінде менде бүгін ағылшын тілінен курс болуы қажет болған. Бірақ нақты біліп тұрған жоқпын, ол курс бүгін бола ма, болмайды ма сабақ. Шүкір Алла, осы күнге де жеттік ау.
осы күнге де жеттік. Бірақ ойнауға таянып шынымен апай жеке. Кетіп бара жатыр. Қазір қыздармен бірге бір жерге жиналуымыз мүмкін. Жаяу кетіп бара жатыр өстіп. Міне аттықтың бір пайдасы. Мен ішіп стой еще қазақша. Көктіштік еще. Анашы ең бірінші бастаған кезінде шана. Bir adam салды ма? Иә, ең бірінші бастайтын дейді ше бүйтеді ғой. Ресми кәлмелеп шақыратын біліп тұрмын ғой. Тұр. Сол мен де тұрайын. Тұрсайшы деп қояды. Жоқ, ол жерде емес. Келесіде кәлмі беретін кезде ше. Мен кейін қолым Тұр. Аяқ қолым тұр. Атсатындаған кезде дірілдеп алдым ол бешері. бас. Аттестатта шығып отқан тұрмыз ғой достар. Аттестат деш, аттестат. Әйтеуір білмеймін, содан көкемізді қарап. Сол Тимур, одан кейін Тимур маты, сол одан кейін бағанағы видео алғым еді. Аян, солар ше. Кремет қашар деп отырмын. Видео түсіріп отырмын. Мерекенкі достар. Қыздар келді тұрыңдар. Шашып кеттім. Аян, Тимур. Қолдан алып жүрді. Сақыт алма қолын. Екеу? Давай алып кел. Қадай тұра тұрғаламын. Былай. Арасын бересің болады. Біреумен. Бершілермін? Сен видеоға түсіресің ба десең? Инстаграмда неге түсіре салайын ба? Все сол. Ана рубашканы сал деймін, бала приятно. Салды. Не oldu? Жана кесін. Сәл жақынында ше, құдай-ай. Жақынысың ше білем бұл. Маған телеграмна жібересіз. Өзім естімсің. Listen, daughter, Maaşınlar. pay attention, pray and listen, hear your father. These lies they told are so familiar, they will haunt you, they will kill you, keep you hostage, keep you before him, adore him. He will give you everything. Come and take keeping going back to what I used to know. But please hold Соңғы күн. down this road. Can't keep Болды, осымен бізде видео аяқталды. Біз қазір отбасымызбен бірге жиналып бірге отырмыз. Аттестат алғанымызға байланысты көрімдік. Осымен видео аяқталды.